Бисмилля, алхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз ат-тасхилу дарури кітабын оқударға жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып, жаңа тақырып әл-хайду ва нифасу ва листихада. Хайз, яғни етеккір, және де нифас, әйел адамның баланың дүниеге әкелгеннен кейін көретін қаны, сонымен қатар ва листихада, истихаза қаны, яғни ауруған, жаңағы жатырға жетпей, тамырлардың бойынан жарылған тамырлардан шығатын қанды айтады. Жалпы әйелге қатысты фиқ үкімдері баяндалады осы сабағымызда. Хайз дегеніміз не? Соны тоқталсақ. Алла субханаху ва тағала Адам алейхиссаламның балаларының ішіндегі қыздарына, яғни солардың жатырына қан ағуды Аллах Тағала жазып қойған екен пешенесіне. Бұл қыздарға қатысты нәрсе, әйел адамдарға. Ва аматун нисвати янфуду архамухунна хада дама фи кулли шахр. Әйелдердің көпшілігі, жалпы көпшілігі әрбір айда сол қанды жатырларынан түсіреді, шығарады. Ва юсамма хазал сайялану хайдан. Осы ағуды, осы қанның шығуын хайз деп атайды фиқ үкімінде. Кама юсамма диддуху тухран. Ал енді хайзға сол етеккірге қарама қайшы түсінік, ол тазалық, тухр. Әйелдердің тазалық кездері бар. Яғни әр екі хайздың арасында тазалық күндері бар. Яғни таза жүретін кездері бар. Енді келесі сұрақ: Хәл ләхума ахкамун фи шариатил ғурра. Жалпы таза шариғатымызда осы тазалыққа қатысты және де хайзға қатысты үкімдер бар ма дейді. Жауап иә. Жауап иә, үкімдер бар. Ол фиқ кітаптарында баяндалады. Тағы да сұрақ: Иза хадатил мар'ату фа айю хукмин ятааллақу бих. Егер де әйел адам хайз көретін болса, етеккір келетін болса, онда қандай үкім онымен байланысты болады? Қандай үкім шығады? Жауап: ятааллақу бихи хамсату ахкам. Жалпы бұл хайзға қатысты 5 үкім қатысты болады. 5 үкім осы хайзға байланысты. Бірінші, ол ла яджузу лаха ан тусалли. Яғни әйел адамға хайз кезінде намаз оқуға болмайды, мүлдем. Немесе ватасума фи айями хайдиха ла фардан ва ла нафлан. Және де нәпіл болсын, парыз ораза болсын, жалпы ешқандай ораза тұтпайды дейді хайз күндерінде. Екінші үкім: ла яджузу лаха ан тадхулал масджид ау татуфа бил байт. Яғни әйел адамға хайз кезінде мешітке кіруге және де Қағбаны тауап етіп айналуға болмайды дейді хайз кезінде. Үшінші үкім: ла яджузу лаха қираатул Құран. Хайз кезінде әйел адамға не істеуге болмайды? Құран оқуға болмайды. Құран оқуға болмайды. Ол Құранды ұстап болсын, немесе тіпті шафавиян тілге, жаңа тілмен айтса да, Құранды ұстамаса да, қарамай оқыса да, жалпы тілмен айтып оқудың өзіне де болмайды екен. Төртінші: ла яджузу лаха массул мусхаф. Яғни осы жерде келтіріп тұр. Төртінші үкім: ол мусхаф, яғни Құран кәрім кітапты ұстауға болмайды хайз кезде. Айюл Құранил кәрими илля би ғилафин мутажафин. Барлық, яғни Құран кәрімді, Құран кәрімді ұстауға болмайды дейді. Тек қана немен дейді? Бөлек тіспен қапталған болса Құран, онда соны ұстауға болады. Яғни сыртында жаңағыдай мұқаба болған болса, бөлек бір мұқаба болған болса, ажыратылған, сыртында кигізілген немесе мата болса, сонымен ұстауға болады. Бесінші үкім: ла юджамиуха заужуха. Күйеуі әйелімен, сол хайз көрген әйелімен істемейді, қарым-қатынас жасамайды, төсек қатынасы жасамайды дейді хайз кезінде. Енді сұрақ: фа иза тахуратил хаиду хәл юфтараду алейха ан тахдия салата ва саум. Мысалы, енді хайз көрген әйел ол тазарды.
Егер тазарған болса, оған сол хайыз кезінде оқымаған намазын, оразасын, қазасын өтейді ма деп сұрақ қойып жатыр. Жауап: ла тақди сала аслан. Намазды мүлдем оқымайды. Намазды мүлдем қазасын өтемейді. Сол хайыз кезінде оқымаған намаздардың қазасын өтемейді. Фа иннаха сақидатун ан зимматиха ла илал қада. Яғни ол өйткені әйел адамның мойнынан түсірілген нәрсе дейді. Сол намаздар мойнынан түсірілген. Ла илал қада. Фа амма сияму рамадан, ал рамазан айының оразасы болса, фа иннаху юфтараду алейха қадауһу иза тахурат. Рамазан айының оразасы болатын болса, онда ол әйел адам тазарған кезде қазасын өтеу міндет болады дейді. Қазасын өтеу керек. Хәл лил хайди муддатун мин хайсул қиллату вал касра. Яғни көп және де аз тұрғысынан хайыздың мерзімі бар ма дейді. Яғни қанша мерзім көп болады, қанша мерзім аз болады, аз мерзімі қанша, көп мерзімі қанша хайыздың деп сұрап жатыр. Жауап: я бар. Ақаллул хайди саласату айямин ва лаялиха. Яғни хайыздың ең аз мерзімі 3 күн 3 түн дейді. 3 күн 3 түн, яғни 72 сағат, я. Ва аксаруху 10 айямин ва лаялиха дейді. Ал хайыздың ең көп мөлшері, мерзімі ол 10 күн 10 түн дейді. Яғни 10 күн 10 түн талғасан. Бұл хайыздың ең ұзақ мерзімі. Қысқа мерзімі 3 күн 3 түннен басталады. Сұрақ: Хәл лил дамил лази тараху ал-хаиду лаунан хассун дейді. Яғни хайыз көрген әйелдің, хайыз болған әйел көретін қанның арнайы бір түсі бар ма дейді. Яғни хайызда болған әйел адам қандай қанды көреді? Хайыз болып есептеу үшін. Күллу ма тараху ал-хаиду мин ал-хумрати ва-суфрати вал-кудрати, мисал вал-кадрати في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. Yani хайызда жүрген әйел адам, хайыз болған әйел адам көретін қызыл болсын, немесе сары болсын, бұлыңғыр түстегі қан көрген болса, сол хайыз уақыттарында сондай түстегі қан көрген болса, ол хайыз болып есептеледі. Қашанға дейін, қашан хайыз тоқтап тазарған болып есептеледі? Тап таза, ешқандай бұлыңғырсыз сұйықтық көрмейінше. Яғни ол таза сұйықтықты, таза бұлыңғырсыз ешқандай таза сұйықтықты көрмейінше, оған дейін бұлыңғыр, сары болған түс, жаңағындай қызыл, бұлыңғыр түстердің барлығы ол хайыз кез болып есептеледі екен. Иден қатаа дамул хаид ва раатил al-bayad al-khalis mata yajuzu watu'aha дейді. Мысалы, хайыздағы әйел, хайыз әйел, хайыз көріп жатқан әйелдің қаны үзілді, тоқтады. Әйел адам нақты, ашық, таза түсті көрді. Сұйықтығы таза, ашық, ақ болды. Енді қашан сол әйелмен жақындасуға болады дейді күйеуі. Сұрақ: Изан қатаа дамул хайди ли ақалла мин 10 айямин лам яджуз ватуха хатта тағтасил дейді. Егер де сол әйел адамның хайыз қаны ең аз мөлшерде ли ақалла мин 10 күннен аз күнде тоқтап болған болса, біз айттық қой, 3 күн ол ең азы, 10 күн ең көбі дедік. Сол 10 күнге жетпей 9 күн көрсе хайыз қанын, одан тазарған болса, немесе 8 күн, немесе 7 күн, немесе 5 күн көрген болса, мысал, 10-ға толтырған жоқ. Сондай ғана қан келді, ары қарай тазарды. Ондай кезде әйел адамға, сол әйел адам ғұсылданбайынша төсек қатынасына баруына болмайды дейді ер адамға. Ол өйткені 10 күн толық көрген жоқ қой. Ол 9 күн, 8 күн, 7 күн, әйтеуір 3 күнмен
сол 10 күннің аралығында көрді хайыз. Сондықтан ондай кезде толықтай әйел адам ғұсылданбайынша қатынасқа баруына болмайды дейді. Бұл жерде ескерте кететін нәрсе, إذا كان الانقطاع لأقل من 10 أيام لتمام عادتها. أما إذا كان لدونها فإنه لا يجوز وضعها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها дейді. Жалпы мынандай нәрсе. Бұл егер де инқита, хайыздың тоқтауы 10 күннен аз болған болса, 10 күннен аз болған болса, хайыздың тоқтауы. Ал егер де сол жаңағындай 10 күннен аз болған болса, فإنه لا يجوز وضعها. Онымен жақындасуына болмайды дедік. وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها. Мынандай нәрсе. Әдетінде әйел адамдардың хайыз көретін мерзімдері болады өздерінің. Мысалы, етеккір көретін. Біреулердікі 7 күн болады, біреудікі 6 күн болады. Мысалы, әртүрлі де әйел адамдікі. Біреуді 10 күн болуы мүмкін. Сол кезде сол әдетінде көріп жүрген, ай сайын көріп жүрген өзінің мерзімдері бар, біледі әйел адамдар. Мысалы, 5 күн көрген болса. Сөйтіп, 5 күн көріп барып, жаңағындай тоқтаған болса, онда не істейді? Ғұсылданбайынша күйеуімен қосылуына болмайды. Өйткені оның әдеті өзгеріп кетуі мүмкін. Кейде әйел адамдардың әдеттері өзгереді. Мысалы, бір ауруға байланысты, бір нәрсеге байланысты, стресске байланысты әдет өзгеріп кетуі мүмкін. Мысалы, 6 күн көріп, арада бір 2 күн салып, 8-ші күн қайтадан көріп кетуі мүмкін. Мысалы, көрдіңіз, 2 күн сіз тазарған деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Сол себепті тазармай бірден қосылу болмайды дейді. Ғұсылданып барып қосылу керек дейді. Егер әдеті бойынша тоқтаған болса. 6 күн көріп тоқтаған болса, онда ғұсылданып барып жақындасу керек дейді. Енді сол нәрсені айтып отыр бұл жерде. Өйткені жаңағындай қайтадан келіп қалу ықтималдылығы бар. Сондықтан ықтият тұрғысынан ғұсылданып барып қосылған дұрыс. Егер де 10 күнге жетпей тоқтаған болса. Түсінікті, ау ямдия алейха уақту салатин камила дейді. Немесе ғұсылданып барып, немесе толықтай бір намаздың уақытының өтуінен кейін, бір намаз уақыты өткеннен кейін қосылуына болады дейді. Мынандай нәрсе. Бұл жерде толықтай бір намаз уақыты дегені, өйткені мысалы бір намаз уақыты деген былай. Әйел адам хайыз көрді, хайыздың уақыты мысалы 5-нің шығуына аз уақыт қалған кезде тоқтады хайыздың қаны. Тоқтады. Онда сол киімін шешіп, суды жылытуға, және де сол ғұсылдануға, шашын кептіруге, киімін киюге, сосын Аллаху әкбар деп намазға тәкбір алып кіруіне жететіндей уақыт болған болса, егерде сондай уақыт қалған болса, екінші намазының уақыт кіруіне шамамен бір жарты сағат уақыттай қалған болса, сөйтіп ол адам, ол әйел адам жаңағындай ештеңе істеген жоқ, намазын оқыған жоқ, бірақ сондай уақыт болған негізінде. Жуынып, жаңағындай кептірініп алып, намазын Аллаху акбар деп тәкбір алып, намазға кіргенге дейін аралықта уақыты болды. Бірақ ол уақытты не істемеді? Ғұсылданған жоқ та, уақытын өткізіп жіберіп, екінші намазының уақыты кіріп кетті. Екінші намазының уақыты кіріп кетті, 5-ні қаза болды оның. 5-ін мойында кетеді. Өйткені ол тәкбір алып кіруіне мүмкіндігі болды ғой. Намазға оқуына, намазға кіруіне мүмкіндігі болды, уақыты болды. Бірақ сондықтан ол кейін қазасын өтейді, екінші намазынан алдын бірінші 5-нің қазасын өтейді, сосын барып 2-ні оқиды. Бұл жерде айтатын нәрсе, ғұсылданған жоқ, бірақ жаңағындай уақыт өткізді. Сондай уақыт өткізіп барып, күйеуімен жақындасса болады дейді. Егер де 10 күннен аз мөлшерде хайыз қан көрген болса. Түсіндіре ба? Ғұсылданбай-ақ. Сондай уақыт өткізсе, сондай уақытты өткізіп барып да жақындасуына болады дейді. Енді ғалымдарымыз айтады, осы жерде тағы бір мәселе айтасақ, яғни егер де әйел адам хайыз тоқтады, қаны,
жаңағыдай киімін шешуге, сосын суын жылытуға, енді ауыл жерде су жылытады ғой, арнайы, егер жаңағыдай арестан болмайтын болса. Сосын шашын кептіруге, киім киюге, тәкбір алып намаз оқуға уақыты жетпейтінде аз болса, мысалы 15 минут қана. Үлгермейді ғой ешнәрсеге. Сондай 15 минут қалған кезде тазарды. Ондай кезде ғалымдар айтады, онда бесін намазы сенің мойныңа жүктелмейді дейді. Сен бесін намазы қазақша өтемейсің дейді. Болды. Онда сен екінші намаз уақыт кірген кезде ғұсылданасың да асықпай. Мысалы әйел адамдар ғұсылданып, кейін екінші намаз ғана оқиды, қазасын өтемейді. Енді мынандай нәрсе. Егер де әйел адамның қаны, хайыз қаны 10 күнге толып барып тоқтаған болса ше, толықтай максимум деңгейіне жетіп тоқтаған болса, онда ғұсылданбай-ақ бірден әйелмен жақындаса беруіне болады дейді. Өйткені 10 күннен кейін ары қарай қан келмейді. Ары қарай келетін қан ол хайыз бойы істемейді ол. Көрдіңіз бе? Хайыз істемейді, сондықтан ешқандай бір андай жоқ, қорқыныш жоқ, қауіп жоқ. Хайыз келіп қалады ау деген. Сондықтан ғұсылданбай-ақ та қосыла берсінде болады дейді. Келесі сұрақ, яғни екі қанның арасында тазалық орын алған болса. Мысалы, екі қан деген қалай? Мысалы, жаңа айттық, хайыздың ең аз мөлшері 3 күн, ең көп мөлшері 10 күн. 3 күн мен 10 күннің арасы. Мысалы, 3 күн, 4 күн хайыз көрді әйелді. Сосын 5-ші күн, 6-ші күн таза болды да, 7-ші күн қайта қан көрді. Сол 7 мен жаңағы 5 күннің аралығындағы 2 күн, 5-ші, 6-ші күн, ол таза күн болды. Бірақ ол да бәрібір не бойы есептеледі деп жатыр. Ол сол хайыз уақыты бойы есептеледі ме, жоқ әлде таза уақыт сол кезде күйеуімен жақындаса беруіне бола ма, намаз оқуына бола ма деп сұрап жатыр. Жауап былай. Ат-тухуру иза тахаллала байна ад-дамайни фи муддатил хайд, яғни хайыз мөлшерінде, мерзімінде орын алған болса, мысалы былай. 3 күн, 4 күн көрді хайыз. 5-ші, 6-ші күн таза болды да, 7-ші, 8-ші күн көрді, болды, тоқтап қалды. Яғни 10 күн аралықтың арасында болды ма, 10 күн мерзімнің арасында болды ғой қан. Демек, хайыз мерзімнің арасында болғандықтан, сол екі қанның арасында болған тазалық дейді. Екі қанның арасында болған тазалық. Не болады дейді? Ол да сол хайыздың мерзімінде болып есептеледі. Тәжри алейхи ахкамул хайд. Ол да сол хайыздың үкімі болып есептеледі дейді. Ол кезде намаз бәрібір оқымайды. Түсінікті ғой. Енді хәли тухри мин хайсул ақалли вал аксар дейді. Енді тазалықтың аз мөлшерінен, аз және де ең көп мөлшері тұрғысынан тазалықтың уақыты бар ма дейді. Яғни тазалықтың ең аз мөлшері қанша, ең көп мөлшері қанша. Біз айттық қой, бірінші хайыз болады. 10 күндей уақыт, максимум 10 күндей көреді, одан тазалық орын алады. Тазалық орын алады. Сол тазалық қанша, ең аз дегенде қанша уақыт көреді, ең көп дегенде қанша уақытқа созылады деп отыр тазалықтың. Енді ол сұраққа жауап беретін болсақ, ақолу тухри, тазалықтың ең аз мөлшері 15 йоман дейді. 15 күн болады. Тазалықтың ең аз мөлшері. 15 күн әйел адам тазалық көру керек. Тазалық көргеннен кейін барып көрген қаны, ол келесі хайыз қаны болып есептеледі. Яғни келесі айдың көрген хайыз болып есептеледі. Ма'наху аннаху идан қата'a дамул хайд ли 10 айям, thumma ra'at daman qabla 15 йоман, fa innahu la yakunu haydan. Міне былай деп жатыр. Мағынасы былай. Егер де әйел адам мысалы 10 күн хайыз қанын көрді, 10 күн. Кейін qabla 15 йоман, 15 күннен бұрын қан көрді. Бірақ ол қан хайыз болып есептелмейді. Мысалы 10 күн хайыз көрді қан, бірақ 11-ші күн қайта көріп жатыр да қан. 12-ші күн қайта көріп жатыр. Ол бәрібір хайыз болып есептелмейді ол. Ол тазалықтың үкімі, тазалықтың мерзімі болып есептеледі. Ол уже одан кейін көріп жатқан қан не болмайды? Истихаза болады ол. Ол ауру қан болады. Ол жатырдан келіп жатқан қан емес. Сол себепті ол кезде намаз оқи береді ол кезде. Көрдіңіз бе? 10 күннен асып кеткен болса қан. Онда не болады?
ол уже тазалықтың мерзіміне кіріп кетеді. Тазалық есептеліп кетеді ғой. Иә, тазалық жүріп жатыр деген сөз. Тазалықтың 15 күні есептеліп жатыр деген болып есептеледі. Түсінікті ғой. Енді لأن المدة الطهر الفاصل لم تمضي بعد. Yani odan кейін тухур яғни тазалықтың мерзімі ары қарай жалғаспайды деп жатыр. Вала хадда ли аксарихи. Енді қараңыз, мына тазалықтың мерзімінің ең аз мөлшері 15 күн дедік қой. Ал оның ең көп мерзіміне келетін болсақ, оның шегі жоқ дейді. Yani тазалықтың шегі жоқ. Мысалы, кейбір әйел адамдар мүлдем хайыз көрмейтін әйел адамдар бар. Қан келмейді. Әрқашан таза болып жүре береді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да ондай да кездер бар. Енді وَلَوْ كَانَتْ فَلَوْ كَانَ طُهْرُهَا مُمْتَدًّا إِلَى سِنِينَ. Мысалы, әйел адамның тазалығы жылдарға созылуы мүмкін. Хайыз мүлдем келмейді. وَلَوْ تَمْضِي كَانَتْ طَاهِرَةً أَبَدًا. Ондай кезде әйел адам сол мәңгі бақи әрқашанда таза болып қала береді ол. Yani namazını оқи береді, тоқтатпай. Ила ан тара дамал хайд. Хайыз қан көргенге дейін. Не көрдіңіз бе, сондай мәселе. Хайызға мәселесі түсінікті болды ма? Сұрақ бар ма сіздерде? Хайыз мәселесіне қатысты. Міне, енді мынандай нәрсе бар, әдет деген нәрсе бар. Мысалы, кейде әйел адам, енді ол истихаза мәселесіне келеміз, Құдай қаласа. Енді нифас. Нифасқа келетін болсақ, нифас дегеніміз не? Хуа дамул харидж ақибал виладати мин рахимил мар'a. Яғни әйел адамның жатырынан баладан кейін шығатын қан дейді. Баланы дүниеге әкелгеннен кейін шығатын қанды нифас деп айтады. Нифас қан. Нифастың мөлшері қанша? Яғни мерзімі қанша? Оның нифастың ең көп мөлшері мерзімі 40 күн. Ал аздығында шек жоқ. Аздығында шек жоқ. Мүлдем нифас қан көрмейтін әйел адамдар бар. Кейде. Босанғаннан кейін мүлдем қан келмейді. Бала дүниеге келеді, ешқандай қан келмесе егер ары қарай, онда болды, ол намазын оқи береді ары қарай. Намаз оқымай жүрмейді. Намазын оқи береді, күйеуімен жақындаса береді. Құлшылығын жасай береді. Ал егерде қан көретін болса, ол қан 40 күнге дейін максимум 40 күнге дейін жалғасады. 20 күнде болып қалуы мүмкін. Біреуді аз көріп қалуы мүмкін. Бірақ ең көп көретіні 40 күн. 40 күннен артық 50 күн қан көріп отса, онда 50 күнде де намаз оқымай жүрмейді. 40 күн ғана намаз оқымайды да, ары қарай көріп отқан қаны, ол уже нифас қан емес. Ол ауру себепті келіп отқан қан болып есептеледі, намазын оқи береді. Осындай мәселе. Енді бұл нифасқа қатысты қандай үкімдер бар байланысты? Үкімдер, нифастың үкімдер, ол хайыздың үкімдері сияқты дейді. Бірдей. Яғни, не істейді? Намазға кедергі жасайды, намаз оқуға болмайды, нифас кезінде де. Ораза ұстауға да болмайды, жыныстық қатынас жасауға болмайды, күйеуімен. Сонымен қатар мешітке кіруге болмайды, тауаф жасауға болмайды Қағбаны, Құран кәрімді ұстамайды, оқымайды. Тек қана ұстайтын болса, жаңағыдай тыспен ғана ұстайды, жеке дара бөлінген. Сосын Рамазан айының қазасын өтейді, намаздарды қазасын өтемейді. Оны біз хайыз үкімдерінде айтқан едік, дәл сондай. Сұрақ. Иза валадат валадайни фи батнин вахидин. Егер де ана егіз туған болса, екі бала дүниеге әкелді, фамин аййихима ябтадиул нифас дейді. Нифас қаны қайсысынан кейін басталады дейді. Мысалы, екі бала дүниеге әкелді. Екеуінің арасында кейде 2 сағат уақыт алуы мүмкін, 3 сағат уақыт алуы мүмкін. Солай ғой? Мысалы, әйелден бірінші бала дүниеге әкелді, кейін қан көріп жатыр астынан. Намаздың уақыты кіріп тұр. Мен нифаспын деп намаздан құтыламан жоқ. Намаз мен мойнынан түсті деп айтама сол кезде, жоқ әлде келесі баланың баланың әкелгеннен кейін көрген қан нифас болып есептеле ме? Сол мәселе. Нифас қаны қай кезде? Бірінші баладан кейін келген қан болып есептеле ме, жоқ екінші баладан кейін басталған қан болып есептеле ме? Көрдіңіз бе? Бұл жерде де мәселе жатыр. Енді жауап ибтидау нифасиха минал валадил аувал инда Аби Ханифа. Абу Ханифаның көзқарасы бойынша рахимахулла, бірінші баладан кейін келген қан ол нифас қан болып есептеледі дейді. Нифас сонымен басталып кете береді дейді.
ал абу юсуф айтатын болса, абу юсуф пен мұхаммад жаңа абу ханифаның көзқарасы болса, ал енді мұхаммад зуфар ғалымдар айтатын болса, рахимахумулла, екінші баладан кейін көреді дейді. Нифастың қаны екінші баладан кейін басталады деп жатыр. Бұл жерде енді мұътамад ой абу ханифа, абу юсуфтың көзқарасы алынады. Яғни бірінші баладан кейін көрген қан, содан бастап нифас қаны бастала береді. Уақыт болды ма? Міне осындай нәрсе. Енді басқа да нифасқа қатысты және де истихаза мәселесіне қатысты сұрақ жауаптар бар. Оны Құдай қаласа келесі сабаққа қалдыратын боламыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.